Соңғы кездері мынау біздің айтысымыз қыздарды ұзату алаңына айналып баратыр. Күні күні Тарбағатайда болған айтыста Аруна деген қызымыз ал күйеуге кеттім деп сыңсып кетіп еді. Бүгін жаңа Саягүлде кеттім деп жатыр ғой. Енді мынау тағы бір өтпей жүрген қызымыз бар еді, қайдан білейін. Соның кезегі келді. Нұрзат Қару. Алматыдан кеп тұрған қыздарданның қызы. Жаңа шүкірден жас ақын. Нұрзатпен айтсам деген ақын ең алыстан, Оралдан, Ақжайықтың жағасынан келіп тұр. Алыстан баспай қалам деп талаптанып кеп тұрған ақынның аяқ алсын көрейік. Талғат Мұқи, Нұрзат Қару. Отырған халық кетіп, ассалаумағалейкум туғандарым, туризмі жатырған дамып кетіп, батыста жүрген жалғыз Найман едім, шапалақтап қойыңдар шабыт детіп, үйірінен адасқан құлыныңды осылай дем беріңдер танып кетіп, көптен бері кісінеп жүруші едім, кеудеме бір сағыныш дарып кетіп, ақыры алдарыңа жетіп келдім, жайықтың жағасынан шауып кетіп, Наймандардың иісі мұрынымды 4000 километрден жарып кетіп, айқай ақау, ай-ай. Жігітті серінің серілігі елде қаларым, аққудың арман әні көлде қаларым. Дауысым суық дейіп шықпай жатыр, сонда да жағдайым жоқ жерге қарарым. Мен түгіл микрофонда өштемес пе, жүкеңнің қос қолына берген адал. Ағайын тамағымның ауырғаның, қабағыңның жылуы емдеп алар, айқай ақау, ай-ай. Жарбұлақ жер емессің қирап жатқан, мен үшін кем емессің Иран бақтан. Мейіріммен пейілі дархан елсің, қонақ келіп қалар деп мейман баққан. Аудан басшылығына алғысым зор, ауылыңа той жасап мейрамдатқан. Алатау, Атырау мен арқа жақтан Алакөлге ақындар жинап жатқан. Жүрсіндей көкемеде мың рахмет, біздерді айтыстырып бейғам жатқан. Пляжда балдызыммен жұптап қойып, приятный демал сыйлап жатқан, айқай ақау, ай-ай. Алакөлге Нұрзаттай балдыз келген, балдыз неге курортқа жалғыз келген. Тағдырыма отырмын шүкір айтып, шөлдегенде қып-қызыл қарбыз берген. Ал ақбалдыз аманбысың, мынау халық әзіл айтыс күтеді ал біздерден. Сен бүгін жездеңменен темадасың, сондықтан құлашыңды кең аласың. Бұйырса 3 күн бойы меніменен Алакөл курортында дем аласың. Ақындар орналағасқан қонақ үйде, есіңнен кетпейтінде ем аласың. Жайықтан жалғыз өзім келгенімде, жаныма қандай рахат бере аласың. Жол бойы желкем тартып арқам қақсап, аралап шаршап жеттім ел арасын. Құрысқан тырысқанды бойымдағы, сен ғана массаж жасап жеңе аласың. Белімді де уқалап бересің ау, жезеңді ренжітсең не боласың. Ас үстіме түспесен қызмет қылып, астымдағы бөлмені неге аласың? Не істесең де қақпаймын қолыңыздан, жездеңді де дәл солай жеге аласың. Еркін бар деп еркінсіп кетпе, бірақ артық кетсең қолыңды кері аласың. Қабанбай қазақ жерін қорғағандай, апаңның қорғап қалам шекарасын, айқай ақау, ай-ай.
тұрып кезегіңді, балдызың ішкі ойыңды сезе білді. Приятный деп маған айтып ұялтпашы, өмірде бір кешіп ем өзеніңді. Қадалып сұқ көзіңмен қарамашы, ұмытпа үйдегі әйел көжегіңді. Әйтпесе сықсиыпсыз қарасаңыз, неприятны сезінем өз-өзімді. Ай, оғыңды дәлдей алмай далаға атып, жездеге кірмей отыр санаң атып. Табан асты балдызыңа тиістің ғой, тақырыпқа әп-әдемі бара жатып. Құтты болсын үйде отырған апамызды, тағы да келіпсіз ғой балалатып. Тіліңіздің ұшында тікенек бар, үшкір әзіл кетті ғой жаңа батып. Жарыңызды ұмытып жап-жас қызға, жағажайды қайт дейсіз жағалатып. Арқаңызды уқалатып, сипалатып, әсем жердің барлығын аралатып. Ол рас балдызыңа түк емес қой, бір бөлмені қайтару паналатып. Әй, бірақ апақ-сапақ уақытта дәл ондай үмітпенен қараматып. Су жағасы қандаланың ордасы ғой, жалаңашты жіберетін жаралатып. Сондықтан шекараңды ашпай-ақ қой, ем алғыңыз келсе егер дара жатып. Керісінше кешке қарай жауып отыр, масалар кетпеу үшін мамалатып. Ай, қазақша айтпаған соң жырыңызды, мен сіздің терейінші мініңізді. Орысшалап әртүрлі сөз айтасыз, жездеге түсінбедім мұныңызды. Саға дейіп жұқтырып кеткен екен, шұбарлап жатырсыз ғой тілімізді. Қазақша таза сөйле, қазақ болсаң, бұл çalmaсын десеңіз күнімізді. Ана тілдің ауызы жырық болдау, біріміз қолдамасақ бірімізді. Бөтен сөзбен бұлғапсап сөз арасын, бурадай шаша берме жыныңызды. Ой, арыстан болмасам да аландаймын, алан болсам несіне алаңдаймын. Суға қосылады дегенде-ақ, Алакөлмен сырласын аралдайгым. Армысың Алатаудай асқа келім, қауқары бар қамалдар алардаймын. Семсердей сертке берік еллерің бар, солар барда сөзімнен таналмаймын. Төккен тері бұл мекен бабалардың, өткен жері Қазымбет Боранбайдың. Шөккен жері Шоқанның қаранары, болған соң далаң менен балаңдаймын. Бөккен жері қалмақтар Қызылханға, шеккен елдер жоқ шығар олардаймын. Жақсы менен жайсаңдар ұйысқан жер, сарайшығы емес бұл Сараңбайдың. Бір байрақтың астына ұйысқан жер, батырлары қолын бастап Ханабылайдың. Қасабайдың аңызын қалық айтса, қаптаған Қытайды да шабардаймын. Ал енді әлмен атам еске түссе, әлі талай ескерткіш салардаймын. Араб әмір атамдай тіліп айтсам, Сәмет төре алдына барардаймын. Ән салып Найманбайдың әсетіне, хаталысып сыр шертіп қалардаймын. Зейнолла Сәніктейін атамды айтсам, архивте том-том болған романдаймын. Секен ағам, Гүлнар апам, күйші сазгер, соза бермей сөзімденді тәмәндаймын. Ал енді қыздарыңа қол соғыңдар, мен сонда жанған оттай алаулаймын. Тек қана тектілерді толғататын, ұрпаға қайдасыңдар Қабанбайдың. Ау, жиылып облыстың ойғырынан жалғастырып жатырмыз тойды думан. Атыңнан айналайын алқалы жұрт, ақынның қанжығасын майлы қылған. Өзіңнің ықласын ғой Алакөлдің, аққудай қанат қақсақ айдынынан. Наймандарым кеңге құлаш жайғандарым, жарты әлем жас қанатын айбынынан. Құлағын қайшыласа қу бастайын, жау қашқан Қабанбайдың айғырынан. Бұл өлке жаңғырудың бұлақ көзі, қарасаңда Қайтөбе қайғырынан. Рухани байлықтың ордасы бұл, күн сайын ат шаптырып бәйгі қыған. Арыстағы
жағдайға үлес қосып, азаматы бөліп берген айлығынан. Жайнаған астанаға қарап тұрып, тағы біраз ұғамыз жайды бұдан. Ұзын сөздің қысқасы ұлы ел бол, тарағы жоқ тазды да тайлы қылған. Мыңғала бой көтерді осы күнде, бір ғана Алакөлдің байлығынан ай. Ау, жездемнің қайту үшін сағысынбай, болмайды мақтау жырды тағысынбай. Бұл жездемнің намысынан айналайын, Қаракерей Қабанбайдың намысындай. Шаңдатқан шабысынан айналайын, Қубасат пен Құлагердің шабысындай. Домбыра қағысынан айналайын, Құрманғазы бабамның қағысындай. Ақба төкпе жырынан айналайын, таудан аққан Жетіөзеннің ағысындай. Айтыстағы табысынан айналайын, Зейнолла Қанат ағам табысындай. Таудай болған тұлғасынан айналайын, сазды жердің қурап қалған қамысындай. Елге айтқан ойынан айналайын, Алталаштың ұлтым деген арысындай. Екі қарыс бойынан айналайын, Моңғолдың малға мінген жабысындай ай. Нұрзатжан қызда болса айқаяқау тура бейсін. Үйдегі сенімен мақтанады туған үйшін. Апаңыз балаласа айып бекен, тудырғыш бәлекенсің тура дейсің. Басы шығып келатса баламыздың, қалайша әйеліңе тума дейсің. Жездеңді жерден алып жерге салып, жай ғана әзілдесем қума дейсің. Біресе жамбасыма жаның ашып, масалар көп болады суда дейсің. Біресе моңғол мінген жабы дейсің, біресе буырқанған бура дейсің. Апаңның орнында болып көрсең, сен қайта бура құсап тула дейсің. Бір қарыс бойымызға қарамастан, бір күнде бірнеше рет ура дейсің. Айқаяқау, болжайтын болашақты балшы емеспін, елдестірер елшімін жаушы емеспін. Босанған әйеліме жолай алмайым, түнімен шара сүзгүй қанша кестім. 40 күндік 30 күн бітпей жатыр, қайтеменді әлі де қалса 5 күн. Сондықтан сорғашыда әрең жүрген, жағдайымды сұрасаң онша емеспін. Масалар мамалатат деп қоясың, мазалай қоймайтындай ал сен ешкім. Қай жерімнен болса да шаға берсін, ұрғашы масаларға қарсы емеспін. Айқаяқау, ай. Маса боп сен де мені шағып алдың, теріп жатқан мініңді қабыл алдым. Қазақша сөйлеңіз деп ақыл айттың, ақылыңды қалтама салып алдым. Пляжда жүргеніңе қарамастан патриот екеніңді танып алдым. Ағайын сүйіншін беріңіздер, ағымнан бүгін қатты жарылармын. Тыржалаңаш адамдар арасынан тілдің бір жанашырын тауып алдым. Айқаяқау, ай. Бүгінгі қадамымыз оң дейді екен, сон айтпай жан жүрегім көнбейді екен. Үржардың айналасы сайрап жатқан, ұлылар жүріп өткен жол дейді екен. Зейнолла Сәнітті ел жақсы біледі, кетсе де осы тойды көрмей көкем. 15 томы рухани қазынамыз, қазынаны жұрт жерге көнбейді екен. Қабанбайдай бабасын тірілткенін тарихшының бәрі де жөндейді екен. Әкесінің мұрасын түгендетіп, Қанат ағам күн түні терлейді екен. Атына мәдениет қорын ашып, халық үшін қаражат бөлдейді екен. Ұлттық өнер спортқа демеуші болып, ел жұрттың батасымен өрлейді екен. Ұлтын сүйер Қанаттай ұлы барда, атамыздың жұлдызы сөнбейді екен. Анасы бар адамдар қартаймаса, баласы бар адамдар өлмейді екен. Айқаяқау, ай.
кезіңді көрмеп едім бұдан да сен, жігіттер саған неге құмар десем, тамсанып әлі отырмын келбетіңе, көзімді жұма алмаймын жұмам десем, бес батпан макияж бар бетіңізде, ғашық боп қаламын ау тым әрлесең, керемет келіншек боп шығардайсың, қолыңа жетіспей тұр құман кесең, үкілі тақияңды төбеңдегі болады шынға біткен шынар десем, қосқабат көйлегіңді дәл пішіпті, сүрініп етегіне құлар десем, сыртынан мақпал камзол қабаттапсың, терлеуді білмейсің бә тым әл десем, 40 қабат киініп алыпсың ғой, шілдеде қайтып қана шыдар десем, ұлттық киіммен шыққаның дұрыс бопты, бағытты басқа жаққа бұрар десем, пляжда өтіп жатқан бұл айтысқа купальникпен шығатын шығар десем, айқай ақау, ай-ай. Ау, бұрқ-бұрқ етіп балдызға беттедіңіз. Қырт болып қысыр сөзді кептедіңіз. Күллі алашты жырлайма деп отырсам, купальникті жырлауға кеппедіңіз. Бура болсам уралайсыз деп қоясыз, жездесі жаман ойдан шектеліңіз. Киімімді түк қалдырмай түгендейсіз, көйлегімнен айналып өтпедіңіз. 40 қабат киініп шықты дейсің, ішіңізге айналып от дегіңіз. Немене 40 қабат киіп шықпағанда тыржалаңа шығады деп педіңіз. Адам деген өзіне қарамай ма, сіздің де қалың екен шекпеніңіз. Тесікке жұртық күлет дегендейін, ақ көбікпі бағып жатыр көктеріңіз ай. Ойласам сізді оттай жанама деп, көсіліп құлагердей шабама деп. Жезде деген сайын желпінесіз, жездеке жезде болмай садаға кет. Қайта киіміме тиесесіз, қаншама рет айтсам да қарама деп. 40 үйден тыймайма қыз баланы, мұны ойлайтын сізде қандай сана бар ед. 40 қабат түгелі әжелерім 100 қабатпен сахнаға далада ораған ед. Неменен ораса да қазақ атам қыздың текті болғанын қалаған ед. Сол себепті купальник кимей шықтым, келер ұрпақ менен үлгі алама деп. Бір шетінен сізді де уайымдадым, еш жазықсыз жазалып болама деп. Жарқырап мен шыққанда жағалауға, ауыз ашылып есінен танама деп. Не дегенмен жігіт деген аты бар ғой, құрығын балдызына салама деп. Артынан осы хабар көп кешікпей, ауылдағы апама да барама деп. Мына менің фигурама қараймын деп, көзіңізге фингал түсіп қалама деп ай. Ала көл құшағыңды маған аштың, аймағыңды жылайын бағаң асын. Табиғатың алыстан көз тартады, мұнартып боз бұлтпенен араластың. Тарбағатай яқшаулы ақтаспенен қарауыл төбеңізге қарамас кім. Келеді жоныңыздан жортып жүріп, жоңғарала тауынан жоғарасқым. Бұрқақтаған бір емес шет өзенің, сасық көл ала көлмен сағаласмын. Теке бұлақ үржәрмен еміллепсі, ой жайлау айқатын су шамалашын. Балықтың барлық түрі суыңда жүр, сан жетпейтін болған соң санамаспын. Теңбіл талма ағамұр алабыға, сазандайтсан келмейме қазан асқың. Жалаңаш көк торта тұран көк серкеңіз түгелдей ала көлдің аладастың. Зейнулла қанат ағам бәйтерек қой, жақсылығын айталмасам жарамаспын. Еліне айтыс жасап беріп жатыр, қамымен жүре бермей қарабастың. Осылай жырайдыны ала көлім, айбынын асқақтаттың, бар алаштың ай. Купальникті айтып әзілдеп, жеңіл сөздер әзірлеп,
талғат мықи жездемнің бықи шықи сөз айтып қағынғанын қарашы. Мұны отырған халықтың біз екеуміз жездеке көзінің ақпен қарасы. Алыс емес сондықтан оңтүстік пен солтүстік, батыс пен шығыс арасы. Бөлінбеймін ешқашан, бөлінгенді бөрі жейді. Қазақтың бәрі туысқан, құда жекжат жиен дос, біріне бірі нағашы. Бәріне орта қазақтың Райымбек пен Қарасай, Қасабай мен Жаңабай, Сұраншы Саурық Наурызбай, Исатай мен Махамбет, Жанғожа мен Бөгенбай, Қабанбай рухты бабасы. Сүйінбай Жамбыл және де Шәкәрмабай данасы, тоғызында топ жарған, Қарақылды қақ жарған, Төле би мен Қазбек би, Әйтеке би мен Балтық би, елесінде ескелді, қай дұшпанға дес берді, айдаса қойдың көсемі, сөйлесе сөздің шешені. Біз солардың ұрпағы, маңдай бағы беселі, ешкімнің жоқ қой таласы. Болған соң көкте жаққыдай, Сүйінбай менен Бақтыбай, тезек төреге тік барып, айтысып біраз рухтанып, өлеңмен өзін құтқарып, хан тезек өзі сұқтанып, алашқа артқан бағасы. Данагүл мен Домалақ бар қазақтың анасы, алтыннан болған дейді жұрт, тұлпарының тағасы. Айналайын жездеке, айналаңа қарашы, Қабанбай туған өлке бұл, Жетіөзеннің сағасы, Алакөлдің жағасы. Болайық біздер осы елдің бір жәні менен сарасы. Ағайын ала болмасын, болса да көлдің аласы. Қар өлеңді қуырып, көсіліп сөйлеп суырып, сынаптай тұнық сөз айтсаң, жазылар жанның жарасы. Жырларың ұйып тыңдалсын, майданда тілің шыңдалсын, үңіліп қарап үлгі алсын үржардың барлық баласы. Бәрін айтта бірін айт, бар әлемді таң қылып, туған жерді ән қылып, рухани жаңғырып, жасай берсін мәңгілік. Ғажаптың болған ордасы, қазақтың ұлы даласы. Уай-ей-ей. Кездескесін Алакөл даласында, бұл жүзеңе өкпелеп қаласың ба? Өкпелей бергенінше дәл осылай шай қойып отырсаң арасында. Мақтап ем киім киген жағдайыңды, тақылдатып жібердің таңдайыңды. Ол рас ақын қыздар шешінше кер, басқаға бола аламыз қандай үлгі. Сондықтан 40 қабат жүре берші, ешкімге көрсетпестен тал бойыңды. Барлық қазақ көрсін тек мына сенің, бақыттан жарқыраған маңдайыңды. Айқай ағау, ай-ай, Ақбалдыз өзгелерден өжетсің ғой, фингал емес финалға себепсің ғой. Алакөл ел айбыны жырайдыны, сен соны жырлағандай боп отсың ғой. Бұл айтысқа келгенде басты мақсат туризмді жырлауын керексің ғой. Көп жерді көзбен көріп балқып келем, барсам да айтыс қуып әртіпке мен. Өз басым алақандай Алакөлді Анталияның өзінен артық көрем. Бас жүлдеңді берсеңдер мына маған, шаттанғаннан кетеді шалқып денем. Одан сіздер ұтылып қалмайсыздар, бас жүлдеден аямай сарқыт берем. Бұл жақтың туризмін дамытуға бүгінгі еңбегімді сарқып берем. Миллион ұтып алсам өз атымнан миллион инвестиция тартып берем. Өйткені Оралдағы достарыма Алакөл жайлы мақтап айтып берем. Бір әйел 4 баламды ілестіріп, бұйырса бір армия боп қайтып келем. Қысқасы бүгін берген ақшаңызды бір айдан кешіктірмей қайтып берем. Айқай ағау, ай-ай, жөрелер бермесе де жүлде қиып, жетейік белестерге бірге биік. Уақытта бір жерге барып қаптым, айтысты тоқтататын түр берейік. Ақбалдыз айналайын қошаман болын, екеуміз одан әрі үндемейік. Күнде келе бермейміз жаға жайға, загарап үлгірмедік күнге күйіп. Күн
батып кетті емес пе ұясына, ең болмаса суға түсіп үлгерейік. Қара жердің үстінде айтысты қой, Алакөлдің астында бір көрейік, айқаяқ. Ау, сөйлеген сайын жағын көтірлейді. Әзілдесе жездеміз түтіндейді. Су астында айтысайық балдызын деп, бұл жездем көзімменен ішіп жейді. Желіккен қылығыңды апам білсе, оралға оралған соң түтіп жейді. Қай жақта айтыссақта жеңіл еді, осыны жездем неге түсінбейді. Жер үстінде ештеңе бітірмеген, су астында ештеңе бітірмейді бай. Ау, жездеменен балдыз боп, таптық бір тәтті жарасым. Өлеңнің айттық патшасын, сөздің де айттық сарасын. Шарладық біраз жырменен шырайлы шығыс даласын, үржар деген қаласын. Ал талаш тегіз қарасын, жырымыз елге тарасын. Өрелі елдің алдында өресі биік жездемнің өлеңмен берем бағасын. Сен өйткені жездеке балдызыңа нұрзаттай, нарабайдай данасың, нар жамбылдай дарасың. Қай жақта айтыс бар десе қайқайып алып шабасың. Әзілмен картоп жарасың, лапылдап оттай жанасың. Жастар үшін кәрісің, кәрілер үшін баласың. Батыста жүрсең әйтеуір кіші жүз бола саласың. Шығысқа келсең қайтадан найман бола қаласың. Өзіңді сынап көрейін, кезегіңді берейін, қандай айла табасың. Кіші жүз болсаң егерде, бетіңнен енді қағасың. Найман болсаң егерде, жолыңды бере саласың. Айналайын жездеге, көп айтыспай балдызбен, жолыңды енді бере сал. Аман болса басыңыз талай бәйге, аласың ай. Жақсы, рахмет. Балдыздың тырналардан айқаяқау түр аумайды. Сондықтан отырып ап тұраулайды. Жезде найман болсаң жолымды бересің деп, түлкінің құйрығындай бұлаңдайды. Бағана серік болда жолды берді, тек бұл жақтан көресің мынандайды. Осылар наймандардың жомарттығын пайдаланып қалмаса жүре алмайды. Ақбалдыз бұрымдысың, кекілдісің, білетін сызылудың не түрлісің. Жол сұрап отырсаңыз беремін ғой, мен сенің қаға алмаймын бетіңді шын. Сендей балдыз еш жерден табылмайды, өтініп сұрағанда өтімдісің. Еш жерде кездеспейтін Алакөлдің Реналқы шағалас секілдісің, айқаяқау. Айдайын, қалжынды қойбай қаңғыған, сөз айтайын маңдыған, айналайын балжан. Қыздың жолын кеспейтін, қазақ боп туғаным бар кінәм. Сондықтан бүгін жолымды беремін саған алғуан. Жолы болар жігіттің, жеңгесі шығар алдынан. Жолы болар арудың, жездесі шығар алдынан. Айдай, 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 айдай. Жездеге қайтармасаң бетімді шын, осындай мінезіңмен өтімдісің. Жол сұрап ем шағала деп айттың ғой. Бұл сөзге ішім жылап бетім күлсін. Сізге де айтар теңеу табылады, жезденің көріп жүрміз не түрлісін. Найман шалдан тараған ұрпақ едің, балдызың сон айтуға бекінді жын. Қарт батыр Қаракерей Қабанбайдың тіс шұқитын ағашы секілдісің ай. Әзіл сөздері айтысқа өң береді, әзілді көрерменде жөн көреді. Есіміңіз нұр болса қандай жақсы, жомарт жандар жол беруді жөн көреді.
Сыйға сый сыраға бал дегендейін, жақсысы жаныңызды емдеп еді. Жездесі мынамаған жол берсеңіз, балдызын қорсасарда қол береді уай. Ақбалды сөздеріңе толқып қалдым, бірақ та жақсылыққа жортып қалдым. Қоштасарда қол береді деп жатырсың. Келмейді басқа нәрсе артып қалдығым. Келмейді бойға күні артып қалдығым. Бағаны бұртиып ап отыр едің, қолыңды алуға да қорқып қалдым. Ай қаяғы. Жақсы, рахмет. Қошемет ақындарға. Рахмет. Батыс Қазақстан облысынан келген Талғат Мықиға баға беріңдер, қазылар. Қазылар. Бірыңғай 10 ба? 80 ұпай. Нұрзат қару қолды екен. Нұрзат